Сиыр сүтін ішу қыздарда ерте жыныстық жетілуге әкелуі мүмкін бе? Бұл ата-аналар арасында кең таралған миф, және көптеген ата-аналар сиыр сүтін беруден олар балаларында ерте жыныстық жетілу болуы мүмкін деп ойлайды. Шын мәнінде дәлелдер не дейді? Сиыр сүтінің балаларда ерте жыныстық жетілуге әкелетінін дәлелдейтін немесе жоққа шығаратын нақты дәлелдер жоқ. Ата-ана ретінде не істеу керек? Егер сіз сиыр сүтін бергіңіз келмесе, балаларыңыздың рационында жеткілікті кальций алу үшін сиыр сүтіне балама беруіңіз керек. Сіз таңдауға болатын баламалар органикалық сүт, немесе сиыр сүтіндегі гормондар мөлшері аз болатын майсыз сүт, немесе өсімдік негізіндегі сүт өнімдеріне көшу. Балама. Өсімдік негізіндегі сүт өнімдерін қолданғанда, балалар жеткілікті мөлшерде кальций алу үшін байытылған сүтті таңдау керек. Сиыр сүтін балаларға бермегенде неге алаңдаймыз? Өйткені сиыр сүті өсіп келе жатқан балаларға көп кальций береді. Өсіп келе жатқан балаларға күніне кемінде 500 мың кальций қажет. Егер сиыр сүтін бермей, осы баламаларды қолданбасаңыз, онда балаларыңыздың сүйек денсаулығына әсер етуі мүмкін.